Құрметті білім алушылар, бүгінгі 15-ші дәрісіміздің тақырыбы, сол бойынша өсімдік шаруашылығы пәнінен өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы кафедрасының аға оқытушысы Суринбаева К. Бүгінгі тақырыбымыз есірткі дақылдары, яғни темекіні өсіру тәсілінің ерекшеліктері, темекі және қара темекі маңызы, өсірілетін аудандары және өнімділігі, озық тәжірибелер, көшеттерін өсіру, темекінің маңызы, оның зияндылығы адам ағзасына, осы жайында озық тәжірибелерді және экономикалық тиімділігін айтып өтеміз. Құрамында қоздырғыш, есірткілік заттар болатын дақылдарға осы темекі мен қара темекі жатады. Олардың құрамында өте улы алкалоид никотин болады. Темекі мен қара темекі оңтүстік және солтүстік Америка, сондай-ақ Австралияның бір бөлігінде тарихи қалыптасқан. 100 аса ботаникалық түрлерін біріктірген алқалар тұқымдасының негізі никотина L туысына жатады. Темекінің мәдени екі түрі бар. Нағыз темекі никотина табакум және қара көк темекі никотина рустика көп маңызға ие болған. Олардың жабайы түрлері белгісіз. Темекінің отаны орта және оңтүстік Америка болып есептелінеді. Темекінің никотины хром қышқылымен тотыққанда кейбір фармацевтик препараттарды синтездеуге қолданылатын никотин қышқылына айналады. Демек, ол емдік заттар алу үшін медицина өнеркәсібінде де қолданылады. Халық шаруашылығында маңызы темекіден папирос, сигарет, сигар, түтік шылымның шикізаты жапырақтары үшін егеді. Темекі жапырақтарында 1-3%-ға дейін никотин, эфир майы, 4-7 смала және 15% күл болады. Смала және эфир майы темекке өзіне тән иіс береді. Темекінің сапасы көмірсу мен ақуыздың арақатынасымен де анықталады. Ақуыз аз болған сайын оның сапасы жоғары болады. Темекінің жоғары сорттарында көмірсулар 11-13%, ақуыз 7%, ал үшінші сортында оларға сәйкес 4 және 10. Оның темекінің отаны Америка. Оның орташа өнімі гектарына 12-15 центнер. Мұны қарап отырсаңда бір темекінің сигаретінің құрамында қаншама алкалоидтар, қаншама никотин, зиянды заттар бар екенді қазіргі кезде мына жас буынларға түсіндіріп айтуымыз керек. Адам ағзасына өте зиянды қазіргі кезде. Яғни 4000 химиялық қосылыс және 5000 химиялық қосылыс түтінінде болып келеді екен. Бұл темекіні көп тартқан адамдарда өкпе жаңағы обыры көп кездеседі екен. Ал енді морфологиялық сипаттамасы және биологиялық ерекшеліктеріне келсек, бұл сорттары темекі никотина табакум алқалар тұқымдасына жатады, яғни соланацея жататын 1 жылдық дақыл. Өсімдік кіндік тамырлы, тамыр топыраққа 1,5-2 метр тереңдікке енеді. Сабағы түзу, жұмыр, жоғары жағы тармақталған, биіктігі 1-2 метр. Жапырақтары ірі, сағақты немесе сағақсыз, шеті бүтін, сопақ, жұмыртқа тәрізді немесе елепес формалы үшкір болып келеді. Жапырақтары мен сабағының желімді қысқа түктері бар. Гүл шоқыры қалқан тәрізді сыпыртқы гүл. Гүлдері қос жынысты, сағақты, гүл серігі бар. Тостағанша қоңырау тәрізді. Күлтесі тостағаншадан ұзын, күлте түтігі ақ болып келеді. Аналық ауызы 2 қалақты, аталығы 5. Темекі өздігінен тозаңданатын өсімдік болғанымен айқас тозаңдануы мүмкін. Жемісі 2 ұялы, көп дәнді, сопақ формалы, қоңыр түсті, піскенде жарылып кететін қауашақ. Тұқымы сопақ, қара қоңыр, ұсақ, 1000 дәнінің салмағы 0,5 және 0,12 болып келеді. Темекі, жылу, ылғал, жарық және қоректік заттарды қажет ететін өсімдік. Оның тұқымы 10-12 градуста өне бастайды. Өсіп жетілуіне қолайлы температура 25-30 градус. Жас өсімдігі оның 2-3 градус үсік зиян келтіреді. Ол күздегі қысқа мерзімді төмен температураны көтере алады. Темекінің өсіміне топырақтың 65-75% далалық су сыйымдылығы қолайлы. Темекі жарық сүйгіш өсімдіктің бірі. Жарық жеткілікті болмаса, оның өсіп жетілуі тежеледі, сапасы нашарлайды. Ол қоректік заттарды көп пайдаланады. Гектарына 15 центнер жапырақ өнімде шамамен 90 килограмм азот, 25% фосфор және 70 килограмм калий
және 100 кг артық кальций болады. Темекке механикалық құрамы жеңіл құрылымды, қара шіріндісі онша көп емес, топырақ өте қолайлы. Темекі өсірудің екі кезеңі болады. Бірінші жылыжайда немесе топырақ жүйегінде тұқымнан көшет өсіру, екінші көшетті танапта өсіру. Көшет өсіру 35-45 күнге созылады. Екінші кезең көшетті танапқа отырғызғаннан жоғары қабат жапырақтарының техникалық пісуіне 80-120 күнге дейін жалғасады. Біздің елімізде темекі дақылы осы уақытқа дейін Алматы облысында ғана өсіріліп келген. Кейін кезде оңтүстік облыстарда оны өсіруді қолға ала бастады. Темекінің аудандастырылған сорттары Дюбек 13, Талғарский 25, Талғарский 28 осы Қазақстанда Алматы облысында аудандастырылған түрлері. Агротехникасы бойынша темекінің ауыспалы, егістікті жақсы, алғы дақылдар, көп жылдық шөптер, күздік және жаздық дәнді отамалы дақылдар мен судан шөбі. Темекінің үлесі көп ауыспалы егісте, оны жыл өткізіп қайта егіп барып, сонан соң танапқа 3-4 жыл басқа дақылдарды егу керек. Фосфордың айтқыштары темекі сапасын жақсартатын көмірсулардың өсімдіктерде көптеп жиналуына септігін тигізеді. Темекіден гектарына 15-20 центнер жапырақ өнімін алу үшін 10-15 тонна көң және мынандай мөлшерде минералдың айтқыштар беру қажет. 30-60 кг азот, 75-120 фосфор және 60-90 кг калий. Көңді толық мөлшерде, ал фосфор мен калий тыңайтқыштардың қалған мөлшерін көктемде қопсыту мен үстеп қоректендіруді береді. Темекі топырағын өңдеудің мезгіліне 25-30 см тереңдікте жыртылған сүдігердің маңызы өте ерекше. Көшет алу үшін қыс аяғы және ерте көктемде тұқым себу мерзімдерінде жаңа құрғақтай тұқымдың басқа мерзімдері өндірілген тұқымдарын пайдаланады. Тұқым себу мөлшері 1 метр квадратта жылыжайға 0,6 грамм, ал жылытылған жүйекке 0,8, салқын жүйекке 1 боп келеді. Бұл көшетті суғару, бірақ ол жиі жүргізіледі. Көшетке себуден көк шыққанға дейін ең қолайлы температура 22-28, ал көктегеннен кейін 18-25 градус. Отырғызуға жарайтын көшеттің тамыр жүйесі жақсы жетілген, 5-6 нағыз жапырағы, тығыз илгіш сабағы болу керек. Көшетті таңдар алында шынықтырады. Ол үшін 8-10 күн көлеңке неғылады, 1-2 күннен кейін суарып тұрады. Ал отырғызуға 2-3 күн қалғанда суаруды тоқтатады. 1 метр квадрат көшет шығымы арнайы жылытылатын қабақта жылыжайда 2500, күнмен жылатында 2000, жүйекті жерде 1500 өсімдікті істеуге болады. Темекінің көшетінің қоректену аумағы мен жиілігі өсіретін жері мен сорттың ерекшелігіне байланысты болып келеді. Темекіні күтіп баптаудың арнайы тәсілдеріне тазалау, гүл шоғыры мен бүйір сабақтарын алып тастау жатады. Мынау темекінің жапырақтарының жинау қабаттары. Астыңғы жағынан бастап 1-ші, 2-ші, 3-ші қабаттарынан жинайды. Кейін 4-ші, 5-ші қабаттары өсіп жетілгенде жиналады. Төменгі жапырақтарын 1,5-2 ай бойы қолмен жинайды, ал ең жоғары қатарын жақсы сапалы, олар шикізат береді. Бұдан бөлек жаңа айтты, қара темекі бұл қарық шаруашылығында өте маңызы зор. 5-15% дейін никотин және 15-20% органикалық қышқылда. Бұл заттар қара темекінің сабағында аз болады. Яғни тура қара темекіде осы гүл шоғыры сыпыртқы гүл жаңағы қара темекімен бірдей ұзақ күн өсімдігі болып есептелінеді. Агротехникасы сол бірдей топырақ құнарлығына байланысты гектарына 40-60% темекінің жаңағы көң берсе, яғни ол жақсы өсіп шығады. Тұқыммен егуге де болады, бұны көшет арқылы да егуге болады. Себер алдында осыны 80% тымыды ертінісімен дәрілейді. 3-4 күн жаңағы 25-28 градус температурада ұстайды. Тұқымды таза құммен араластырып себеді. Мынандай шаршы әдіспен осы күндері механикалық түрде егіліп жатыр. Кең қатарлы.
мына қара темекінің енді өскіндері, тұқыммен себілген егістегі өсімдіктері жиілігі көшеттеп отырғызғандағыдай егіледі. Мына қарап отырғандағыңыздай қара темекінің құрғақ күнді ауа райында қолмен жинайды, өсімдіктер одан кейін кептіреді, түбір қалдымастарын тамырымен қосып шабады, және барлық уақытта да қара темекке де күтім жаңағы агротехникасын нағылатын болса өте жақсы өсіп өнеді. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.